Қас бет жүздің сұлулығында ерекше рөл ойнайды. Себебі селдір, шашырай өскен қас беттің сұлулығын айшықтай қоймайды. Нәзік жандыларының сұлулыққа құмар келетінін ескеретін болсақ, осындай қастың иесі үнемі оны бояп, жан-жағындағы артық қастарын ретке келтіріп, бояу жағып жататында жасырын емес. Жаратылысыңыздан қасыңыз сирек болса, амалсыз жасанды қас жасатуға мәжбүр боласыз. Бірақ қас пен кірпікті қалыңдатудың, өсірудің жолдары бар екендігін білсеңіз, егер шыдамдылығыңыз, ерік-жігеріңіз жетсе, сіз табиғи қалың қас пен кірпіктің иесі бола аласыз. Сондықтан да әдемі көздеріңіздің бірден көзге түсуіне де қастың айтарлықтай үлесі бар екендігін ескерсек, біз қасты қалыңдатуды, яғни күтуді ұсынатын боламыз. Қасқа үнемі ыждағатты күтім көрсететін болсаңыз, бір тегіс, қалың және өңіңізге айрықша сұлулық сыйлайтын түске ену мүмкін. Күтім үшін айтарлықтай көп уақытта, көп қаражатта шығындамайсыз. Тек қана күн сайын 15 минут уақытыңызды қас күтіміне арнасаңыз, сізден асқан сұлу болмайды. Қас күтімі үшін дұрыс таңдалған құралдар оның шырайын келтіреді. Қастың түптері бекем, жылтыр болады. Енді қастың күтімі үшін тарау, нәрлендіргіш құрал, уқалау, яғни арнайы массаж және коррекция жасау қажет. Косметикалық дүкендерден қазіргі күнде барлығында табуға болады. Алайда оның өзін дұрыс таңдау қажет. Егер қалтаңызға артық шығын түспесін десеңіз, үй жағдайында да түрлі азық-түліктер, табиғи дәрілік шөптерді пайдалану тәсілдері арқылы әдемі қасқа жете аласыз. Сонымен сізде түрлі майлар, яғни зәйтүн, бадам, шабдалы, кастр, күнбағыс және ошаған майлары болса болғаны. Қасты күн сайын ерінбей тарап отыруды әдетке айналдырыңыз. Ол үшін сізге арнайы қас тарағы немесе кірпік бояйтын туштан босаған қаттылы щетка керек болады. Егер мұндай щетка өзіңізде табылмайтын болса, тіс щеткасы да жарай береді. Әуелі қасты өсу тәртібіне қарама-қарсы бағытқа қарай тарайсыз. Одан соң келесі бағытқа. Тарау арқылы қастағы артық түктер мен шаңнан арыласыз. Сонымен қатар қастағы қан айналымы да жақсарады. Осыдан келіп қасыңыздың өсуі де ретке келеді. Тарап болғаннан кейін арнайы бальзам жағып қоясыз. Егер бальзам болмаса, оның орнын кастр майы, ошаған майы немесе зәйтүн майының бір-бірімен араластырып алмастыруға болады. Щеткаға бірнеше тамшы майды тамызып, немесе щетканы майға батырып, қасыңызға жағасыз. Болғаннан кейін қағаз майлықпен, яғни салфеткамен қасыңыздың үстіне жеңіл басып, артық майларды сіңіріп тастайсыз. Ал егер де қасты қалыңдату үшін 10 мл зәйтүн майы мен 15 мл кастр майын аласыз. Екеуін жақсылап араластырып, дайын болған қоспаға қастың көлемінде етіп кесіп алынған дәкені малып аласыз. Бұл тампондық мұқият қастың үстіне қоясыз. Қалғанын кейінде пайдалану үшін қараңғы, құрғақ жерде сақтайсыз. Ұзақ уақыт бойы құрамы өзгермейді, қорықпай таусылғанша қолдана беруіңізге болады. Пайдаланар алдында ыдысты шайқап алғаныңыз дұрыс. Шабдалы, жержаңғақ, бадам майларымен компресс жасау. Осы аталған 3 түрлі майды жеке өзін немесе бірде көлемде араластырып, қасыңызға компресс жасасаңыз, қасыңыз жылтыр, қалың болып өседі. Ол үшін майды ысытып, дәкеден тампон жасап аласыз да, ыстықтау майға батырып, қасыңыздың үстіне мұқият қоясыз. Оның үстінен пергамент қағазын қойып, дәкемен басыңызды айналдыра таңып қоясыз. Бұл компрессті 15 минуттан кем ұстамайсыз. Бүгінге айтарым осы, сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.